Хабарымызды жалғастырамыз. Әжелерден құралған Нұрби үлгілі би ансамблі Қырғызстан Республикасында өткен сайыста бірінші орынды иеленді. 25 адамнан құралған топта 60 пен 80 жас аралығындағы апалар өнер көрсетеді. Мың бұралған бишілермен әріптесім Дариға Жаманова тілдесіп қайтты. Халықаралық би сайысы Бішкек қаласында өтті. Онда Өзбекстан, Әзірбайжан, Ресей, Үндістан, Пәкістан, Корей елдерінен келген 1500 қатысушы өнер көрсетті. Нұрби үлгілі би ансамблінің атынан 8 биші қатысты. Олар 2 нөмір бойынша өнерлерін ортаға салып, бірінші орынды иеленді. Ұжымға арнайы диплом мен кубок табысталды. Мен ойлаймын, солай жастар бізді ойлайды, наверное, біз пенсионерміз, биге зачем қатысы, көбісі солай ойлайды. Мен ойлаймын, вообще пенсионерге осылай көңіл аласың биден, еще мынау физкультура сияқты, денсаулыққа жақсы көңіл көтересің. Нұрби үлгілі би ансамблі 20 жыл бұрын құрылған. Алдымен онда тек балалар мен жастар өнер көрсетті. 2018 жылы 65-80 жастағы ересектер тобы құрылды. Ансамбльде 25 адам бар. Әрқайсы әр саланың тұтқасын ұстаған жандар. Қазір зейнетте. Бүгінде ұжым көптеген облыстық халықаралық сайыстардың жеңімпазы атанып жүр. Репертуарда халық билері, эстрада билері бар. Топ жетекшісі Нұрлан Мұхатаевтың айтуынша, жанына жақын іспен айналысу ешқашанда кеш емес. Негізінде біз осы сайыспен енді тоқтап қалмаймыз, әрі қарайда әртүрлі сайыстарға барамыз деген үміттеміз. Өйткені біздің әжелеріміз, апаларымыз жер көргісі келеді, ел көргісі келеді. Біз енді бүкіл елге, бүкіл жерге біздің Қазақстанда осындай апалар, биші апалар бар екен көрсеткіміз келеді. Өйткені Қазақстанда балалар, жастар ғана билемейді, үлкен кісілер де билейді. Осы әдемі биімізді бүкіл елге көрсеткіміз келеді, қазақ билерін. Рашида Ақамбаева 63 жаста, 25 жыл тәрбиеші болып қызмет істеген. Зейнетке шыққаннан кейін бала күнгі биші боламын деген арманын орындағысы келген. Отбасы да бірден қолдау көрсеткен. Нұрби үлгілі би ансамбліне келгеніне 3 ай болды. Қай жаста болсан да даму ешқашанда кеш емес дейді ол. Қиындықтар болды. Қайта жаңағындай өзімен жұмыс жасап, өйткені ана жерден бірінші орын алу керек болды. Сондай сезім, патриоттық сезім деген біздің Қазақстан, Қарағандының аты шыққаннан кейін өзімізге сондай жоғары деңгейде болдық бәріміз. Отбасым ылғи мені нетеді, қай жағдайда болса да поддержка жасайды маған, қолдайды мені, қайда барсам да. Би тобы алдағы уақытта басқа да сайыстарға қатысуды көздеп отыр. Дариға Жаманова, Мұрат Түкенов, Нұржан Табриз, Сарыарқа телеарнасы.